экстремистік, деструктивті діни ағымдардың қозғаушы күші осы жастар болып тұр қазіргі таңда. Неге? Себебі қазіргі жастар әлеуметтік жағдайына байланысты, психология жағдайына байланысты, білім деңгейіне байланысты, отбасылық құндылықтары, жалпы қоғамның көріп жатқан мәселелеріне байланысты әртүрлі күйзелісте болғаннан кейін осы арбауларға тез еріп кетіп жатады. Мысалға айтатын болсақ, біз өзіміз күнделікті өмірде көріп жүрген уақытта осы Қызылорда өңірінің бір мектеп оқушысы әлеуметтік желіде өзінің бейтаныс адамдардың уағыздарын тыңдап бастаған, кейіннен өздері онлайн қазір ойындар бар ғой, білесіздер ғой, сол онлайн ойындарды ойнап жатқан кезде чатта бір басқа ұлт өкілдерімен сөзге келіп қалып жатқан, кейіннен оның видеоларының астына әртүрлі комментарийлер өзінің пікірін жазған, яғни негізгі жазған сөздерінің бір қатары оны өлтіруге немесе азаптауға, оны жазалауға байланысты сөздер жазған. Біз ол жігітпен кейін жеке кездесу өткіздік, қателеспесем 8-9 сынып оқушысы болатын. Ол жігіттен сұралған уақытта не үшін сондай қадамға бардың, не үшін агрессия таныттың, не үшін сондай пікір комментарий жаздың деген уақытта ол кек алғым келді, өшімді алғым келді жауап берді. Кейін жаңағы жігітпен жеке сөйлесу арқылы ол жігіттің үйден шықпайтындығын анықтадым. Яғни негізгі себептерінің бірі ата-анасы жаңағы жігітті жалпы қоғамнан бір бөліп алып қалған секілді. Өйткені ұялы телефонын өзінен баланың қолына беріп қойған, көшеге шықпа, кешкісін достарыңмен кездеспе, футболға барма, ана жаққа барма деген сияқты көп нәрсе тиымдар жасап қойған. Бала күнделікті азаннан кешке дейін өзінің үйінде, виртуалды әлемінде отыр. Переходной возраст деп айтып жатамыз ғой, өзі жастың өз-өзін таппай жүрген уақытында баланы бір бөлмеге шектеп қоюға болмайды. Ол баланың өзінің сөзінде ағамен баяғы көшедегі достарымен, көршілермен футбол ойнайтын күнде сағынам дейді. Өзінің сөзінде айтып жатыр. Мектепке барса буллинг, жастардың осындай діни экстремистік, деструктивті діни ағымдарға, терроризмге болсын, көптеп түсіп кетуі, осы бағытқа еріп кетуінде бірнеше факторлар әсер етеді деп айтып жатыр қой. Соның бірі жаңағы отбасы институтының дұрыс құрылмауында.